Мысалы қазір біздің кейбір әкімдер, кейбір министрлер әлеуметтік желіде отырады. Тіпті ертелі кеш осы әлеуметтік желіде отыратын да министрлер, депутаттар бар. Бірақ оларға сенің бір осыған менің бір қоятын сұрағым бар еді ау деген, осы адамнан бір сұхбат алсам ау деген бір аңсарым жоқ. Ол кезде министрлердің де, әкімдердің де, депутаттардың да кәдімгідей бір тұлғалық ерекшелігі болды. Мысалы қазір бізде депутаттардан пікір алайын десең, кімнен алатыныңды былай таңдау өте аз. Бұрынғымен қазіргіні салыстырған кезде маған бір қатты көңілім толатын деп айтсақ екен, сондай бір нәрсе, ол кезде әкімдер, министрлер кәдімгідей бір тұлға болатын. Олар бір қараған кезде бір қол жетпейтіндей деңгейдегі адамдар, ал екінші жағынан қараған кезде оларға қол жеткізу оңай болды.